Қай уақытта сіз Құдайға шүкір осы бергеніңе деп айтасыз? Қай уақытта Құдайды алдағанды қоямыз? Қай уақытта Құдайға бет бұрамыз? Рас ағайындар, басымызға іс түскен кезде Құдай деп жатырмыз ғой. Ал іс біткен кезде ше, адам қорыққан кезде не демейді деп, кәдімгі ашық бәрін тастап кетіп, барып 100 граммен тынған тірлігін жуып жатқандар да бар. Алланы алдамайық жігіттер, бауырлар. 183 жастағы қария біздің ауыл жақта. Енді көбінесе енді бұны айтқан екен, біздің ауыл жақта деп айтсақ, кейбіреулер айтады екен, өзінің ауылын айтып жатыр ғой деп. Мен жалпы осы Қазақстанды айтып жатырмын. Қазақстан менің ауылым. Сол біздің ауыл жақта 183 жастағы қария кіші дәретке шыға алмай қалады ғой. Кіші дәретке шыға алмай қалады. Телефонға сөйтіп ары көреді, бері көреді, содан бір врач келеді, емдейді. Содан бір кезде ана қария әжетханаға жүгіреді да барып, әжетін өтеп шығады ғой. Ана кісінің түрін көрсең, жігіттер, өз күшіңмен барып дәрет сындыру бұл үлкен нығмет, бұл үлкен бақыт. Оның қадірін ана жанында бақылашық ұстап жүргендер біледі. Содан жаңағы кісі шыққаннан кейін қуанып келіп бір кезде жылайды. Сонда балдар айтып қараса, балдар ана врачқа құрмет, шапан киіп, ақша беріп, сізді брат ұмытпаймыз, есік ашып, любой время деген әңгімелер. Сонда ана кісі жылайды. Сондайда қуанып жатқан жоқсыз ба дейді. Жаңа өзіңіздің әжетіңізді өтегеніңізге мен қуанып тұрмын дейді. Бірақ бір өкініштісі дейді. Қараңыз, мені енді ұятта болса былай ғой сөз негізісі. Мені бір рет сидірген, ал мына бір адамға не деген құрмет дейді. Мені 83 жыл қиналмай сидіріп келген Аллаға бір рет шүкіршілік айтпаған екен. Ағайындар, мен ойлаймын да кейбір кезде. Сонда біздерге Аллаға шүкіршілік айтып, әрдайым Құдай деп жүру үшін бізге Алла басымыздан кетпейтін бір ауыл беру керек па? Не болмаса тынбайтын бір қайғы беріп қою керек па? Қараңызшы, біздер басымызға іс түскен кезде Құдай. Бекіл кезде мен. Омар радиаллаху анху бір күні мешітке кірсе, бір адам бұлай дұға қылып жатыр екен. Я Алла, мені өзіңнің өте аз ықыласты құлдарыңнан қылшы, өте аз. Сонда Омар радиаллаху анху сұрайды, саған бұл дұғаны кім үйретті деген кезінде жаңағы кісі айтады. Ей Омар, сен Құранда білмейтін бе едің, Алла Тағала не дейді? Құл хуаллази аншаакум ва жа'ала лакум ас-сам'a вал абсара вал аф'ида қалилан ма ташкурун. Жалпы Құранда Алла Тағала шүкіршілік ететіндерді өте аз. Олар өте аз шүкіршілік етеді. Олардың өте азы иман келтіреді, саған өте азы ереді. Аллаға иман келтіретіндер өте аз, ақырет күніне сенетіндер өте аз. Жалпы Құранда Алла Тағала өте аз деп өзінің сүйікті құлдарын айтады. Ал көпшілдер жайлы келген кезінде олардың көбісі иман келтірмейді, олардың көбісі шүкіршілік етпейді, олардың көбісі ақырет күніне сенбейді деп келеді. Сол үшін ағайындар, біз аз Алланың сүйікті құлдарынан болайық та, Құдайға сенбейтін